2008-де бұл жақтан кеткем Астанаға. Астанадан Шойбек Ерсан деген баламен таныс. Содан тұрмыс құрып балалы болдым. Балалы болғаннан кейін біраз денсаулығым болмағаннан кейін кесарево менен больницаға жаттым. Сол кезде менің баламы жаңағы ағылшыным, мен көп балалы маткарина болғым келеді. Сендерге ақша шықпайды, кейін өзіңдер не қыласың, атыңарға аударып аласыңдар деп алдап документін өз атына жаздырып алады мына баланы. Қазір бұл баланы іздеуге салса, не қылса, бұл бала мен атында емес. Бала ұрлады дегенде қалай деп тұрмын. Сол үшін уже бір айдан кейін уже мектепке мен шыға документ салып бара алмаймын. Содан сіздерге қайырылып тұрмын. Қырғыз елінен көмек сұрап, жардам берсе, осы документін бүтіріп берсе деп аузыма бардым. Менде бүткіл қағаздар бар. Не қылмайды. Еріңді істе, қалағанға кел, мен саған ешқандай баланы бермеймін. Енді бұл танымамет аузыным. Бұл енді танымамет аузыным. Үйді де қалды, машинесін, ақшаларын бәрін алып жатыр. Маған ақша ештеңесі керек емес, заң орнына жауап берсін. Балама өз атыма аударып берсін деймін. Потому что бала ұрлады деген статья өте ауыр екен. Сол одан кейін мен бұл жерде ол жақтан бандиттерден кішкене алдын мен айланысқам саудамен айланысып бір адамдарменен жаңағындай алтын істесіп алтынның уақытылы келмей рекеттерге сіздерде қара дейді сол Қырғызстанда қараларға нетіп қалған илесіп бұл жерде Деке Арман деген бар екен бандит. Соның балдары келіп бір адамдарға кішкене ақша берсем болды. Просит, өз ақшасын беріп қойған, только просит. Осы проситтерді бермесең сені мынандай қыламыз деп мені біраз қинаған, ұрған, оның бәрі фотолары бар. Бұл жерде ең главный Нышанбаева Нұрбөбе деген әйел. Деке Армандың балдарын алып келіп, автокуәлігім бар, мына кетіп қалған. Таяқ жедім, зардап жедім, ол жерден жолдасым да үйден кет деп қуа берді. Кейін мен қиналғаннан кейін Қырғызстандағы туысқандарыма звондадым. Туысқандарыма звондаған кезде олар бар малын сатып маған, өздері аш қалса дағы өздерінде мал жоқ болса да маған малдарын сатып қанша ақша аударды маған. Ақша аударғандардың бәрінің данныйлары бар. Елена Анатолия, Шойбеков Қуаныш, Шойбекова Эльмира дегендерге менің қызымын тірігілігі бүтсін, документтері бүтсін, жаңағы чорнилардан құтқарылсын деп бар малдарын сатып, маған жақсы көмек берді. Сол менен жаңағы ақшаларды алады да қазақтар, вообще бүтірмейді. Мен атамын өзінің ақшасы бір 300 мың сомдай кетіп қалды. Атамын өзі. Жерде туысқандарым бар. Ал енді класстастарым мен қиналып жатқан кезде қаншалаған көмек берді, бірақ олар міндет қылып жатқан жоқ. Бәрі қазірден да көмек беріп, мынандай квартирада көмек беріп жатыр. Негізі жай анан кейін балаңызды өзім эле төрөлгөм. Аусыңыз кандай? Вообще қатысы жоқ, берген жоқ. Өзіңіз төрөп, өзім асырадым. Иә, бұл 7 айлығында 2 қолтығына 5 шошыды. Бұл кезде енем, жолдасым бар еді. Больницаға бардық, больница алмайды, документ мен атында емес. Бұл туылғаны, ол документ соның қолында. Туылғаны. Балам мектепке уақытылы барған жоқ. Вообще барған жоқ. Балам частныйға оқыттым. 3 жерге оқыттым. Енемнің айылына оқыттым. Директорлар билеп алады, шығарып салады. Одан кейін бір Маржан деген тәте бар Қордайға. Соған 15 мың теңге беріп, оған оқыттым. Одан дағы документте дұрыс емес шығарып салды. Сонымен бұл бір жыл кейін барды, документі вообще бермеді. Кейін мен Айсын жаңағы нересіне бардым да, документ алайын мамасына. Айсұлу, балам білімсіз болып қалады, өзі жақсынақай бала ғой. Деп жолдасым екеуміз бардық. Барғаннан кейін да бермей қойды. Сонымен енем бір қайнешелерімді, үлкен туысқандарымды ертіп барып документті алды. Осыдан кейін бір жылдан кейін бұл мектепке барды. Енді одан кейін менде вообще документ жоқ болды, паспорт жоқ болды. Біз жалма квартирада жүрдік.
менде пропискада ештеңе болмады. Одан кейін мынаны да без документ босандым. Бұны без документ босағаннан кейін бұны бірақ утеринный паспорт деп документ жасадым 5000 теңгеге. Бұны не қылдым? Босандым. Бірақ бұны босанғанның өзіне маған не бермеді. Метірге. Әкесінің атына жазып қалды метіргесі. Паспорт жоқ болғаннан кейін. Ол жақта көп нәрсе жаңағы баланы документсіз шығарып қоймай ондай жоқ. Бәрі ақша берсең шығара береді. Сонымен бұл дағы 2017-ге шейін документі жоқ болды. 2017-де мен біреуден 300 мың теңге алдым. Сіздерге қанша ақша бермеймін. 300 мың теңге алып, Қасымова Сәуле дегенге ол өзі айтты. Роза қазір ақшасыз бүтпейді, сендердің документіңер жоқ, сенде вообще прописка ешнәрсе жоқ. Нең жоқ, документің жоқ. Балаға документ алып барайын десем, ақша дейді. Сонымен 300 мың теңге процентке алдым. Оны жолдасым өзі біледі. Қанша қарсы қылды, ұрысты. Бірақ мен жаңағы процентке алдым. Бірінші әуелі өзіме паспорт алдым. Жылы бәрі жазылып тұр. Сосын барып, балама паспорт алдым. Бұл дағы жаңа документі жоқ. Бұны дағы мен частныйға оқыттым. Өзім пол жудым. Өзім кафеде істедім. Осында жүріп, айына ақша төлеп, бұны да частныйға оқыттым. 1 жыл. Мынаны да частныйға оқыттым. Сонымен уақытылы мектепке барған жоқ. Когда мен осы істеп документтерді алғаннан кейін мектепке барды. Енді қазір бұл жерде мен сіздерге қайрылғаным. Менің мына баламды қатты мазалап отыр жолдасым. Маған баланы алып бересің, болмаса запистерім бар. Болмаса мен сен жерікті құртам деп. Сен неге жаңа ютубқа шығарасың, сен неге инстаграмға шығарасың, бұлардың болашақтарын құртасың деп. Қазір мен оны шығармаса мен басесіваға да бардым, көмек бермейді. Ешкім көмек бермейді. Сол үшін мен осындай нелерге қайыр болып отырмын да, қырғыз еліне, кішкене болса да жоқтарға көмек берсе деп. Кейінгі балаңыздың бұл, екінші балаңыздың документтері. Ол документті мен өзім паспорт алып, өзім жасаттым. 2018-де алдым. 6 жыл олдағы документсіз жүрді. Әме күйеуіңіздің ошентип запись жөнөткөндөрү барбы? Бәрі бар, бәрі қорқытқандары бәрі бар. Ол сен бұл пандемик балдарды таможняға әкел деді. Мен жарайды деп, мен бұл жақта мен Шердур Абдықадыров деген адвокатым күшіменен келдім. Жаңа МИД деймі, МИД. Соның көмегіменен бұл жаққа келдім. Действительно, солар маған көмек беріп, Шердур ақысыз бәрдіғын бесплатно жасап берді. Соның несімен мен келгеніме 2 ай болды, Қазақстаннан келгеніме. Айында өзім әке-шешем үйіне бардым. Ол жаққа барғаннан кейін мен енді 2008-де кеттім, 2021-де келіп отырмын ғой. Мен дайынсыз кеткеннен кейін апам инсульт болып ауырған. 13 жыл бұрын жүре алмаған, нете алмаған. Сондықтан мен қазір туысқандарым сен 13 жыл өзің өміріңді сүргенсің. Сен кесірген апам ауыршан болып қалды деп. Мені қазір олардағы өз бауырындай жаңағыдай араласа алмаймын да, потому что бұл жерде күнә менде болып тұр. Жасым 27-де бола тұра ақылсыз болып Қазақстанға кетіп қалған үшін өзім күнәлімін. Қазір аралашпайсыз ба? Араласқанда баяғыдай жақсы неде емеспін. Демек, сізді апаңыздың ұрышына сізде күнәлі де Мен күнәлімін ғой негізі. Қатты мен күнәлі болып тұрмын бәріне. Қазір бұл жақта батырге қанша төлеп жашайсыздар екен? Класстастарым бір айға 5000 теңге төлеп келген продукттарды әкеліп көмек беріп отыр. Класстастарыңыз? Класстастарым. Мен больницада жатқандағы класстастарым осы 200 сомға дейін төлеп жақсы көмек берді олар. Қазір ошол документ жоқтығынан іштей албайтасыз, Мен документ жоқтығынан емес, мен жаңа бұға дейін да ютубқа шықтым ғой. Ютубқа шыққаннан кейін жұмысқа кірген жерден мына жаңа ютубтағы қыз емес пе? Бұны жұмысқа алып ертең бізге әрең күн көріп отқанда бұның күйге бізге жаңағыдай кесірі тиіп қалмасын деп көп жерде мені қабылдап отқан жоқ та.
Енді бір ай класстар бүтіп, екінші ай қаяққа барам. Сондай азаптар менен өмір сүріп келдім. Бұл жерде мен туысқандарыма да ренжімеймін, потому что бір әдемі жүрген анам ауырықша болып қалған. Балдарыңыз азыр ошондой эч жерде окушпайт, экөөбүздө. Бұларды мектепте да издемейді. Қазақстанда мисал үшін жаңағындай экзамен ештеңе тапсырған жоқ. Издесе болады ғой, қаяқта деп. Ол кезде мен айтам ғой, балам менде документте аяқта қалды деп. Онда ешкім издемейді. Ол жақта бәрі ақшаменен бүтеді. Мына баламын менде қазір 2 документі бар. Екеуі де менің қолымда. Ал енді ауысының 3-ші документ жасады. 3-ші документ менен ақша алып жатыр. Балам бар деп Қазақстандан Иә, баланы асыраған, бұл ауырды, бұл жаңа қиналды. Жаңа белінде грыжа бар, аяқтарының бәрі, мені сасақтарында мынандай шишкалар бар. Оны мен көрсете алған жоқпын. Жолдасыма неше рет бала ауырып отыр деп жаздым. Кеше, қоям көрсетші. Кеше күн ыстығынан аяғы тағы жаңағы қатты күнге киіп беріп кетті. Соғы документке не? Аяқ киімді ақша сұрасам да бермейді. Маған тағы телевидениеға осындай неге шығу обидно. Мен де нормально өмір сүргем. Енді сіздерден осы бір өтініш, жаңағы Пик Армандың, бандиттің балдары машинеме алып қойған. Осы машинеме көмек берсе. Қандай машинаңызды? Toyota 50 автокөлігім бар еді. Жаңа рекеттерге қауылып алып қойған ғой. Осы балам документін не қылса, кішкене осы ешкімге қол созбай өзім өмір сүрсем, Қырғызстанда 2 балам мен деп. Кеше бұлар енді папамды сағындым деп көбірек қинағаннан. Папасынан звондасам, вообще жолатпайды, келмей қой деп, документті мен өзім бітірем, өзім нетіп олам депші. Бәрі балдарды алып кетем дейді, бірақ мен баланы бермеймін. Сізді көрініс не себептен келді? Мына жақта жаңағы документсіз не қылдық. Рекеттерге түсіп қалдым. Одан кейін мен ол жақта қиыншылық көргеннен кейін адвокатым жерді ұрған звондап. Бұл жақта өмір сүре алмаймын, жаным қиналып кетті. 2 балаға ана керек деп өзім қайрылдым. Жердор көмек берді. 2 балам менен келдім бұл жаққа. Одан кейін ол жолдасым айтқан, бара беріңдер. Мен өзім 2 айдан кейін хабарласып, өзім жаңағындай или келем, или өзім шақырып алам деген ғой. Акайса ол ондай ойменен жібермеген екен. Мені енді сен өзің қашып кеттің, өзің балдарды алып кеттің деп мені сондай күнәлап отыр. Данный момент. Балаға жаман болса да әке керек екен. Осыны шыдап мен барайын десем, қазір жолат отқан жоқ. Оны мен Қаратауский, Шымкент облысында Қаратаускийдегі Асылхан деген жігітке айтып отыр. Барайын десем жібермей жатыр. Значит, мен керек емеспін оларға. Менің атым Шаймардан Дінмұхамед. Ержанұлымын, бірақ паспортымен Нұржанұлы болып жазылып қалғам. 2009-да туылғам. Азыр қанша жаштасың ошондо? Қазір 11-дем. Сентябрда 12-ке толам. Қазір менің паспорту апамдың атын Ерденова Айсұлу деп қойған. Бірақ ол бізге мен ауырып, не істеп жатқанда ешқандай көмек бермеген. Міне жанымда өзімнің апам отыр. Осы апам мені 11 жыл бойы баққан. Ол кезде мен ауырғандайым, бір рет болсын көмектеспеген ол апа. Апа демейлі айтпай қоям. Мысалы, мен қазір артымда омыртқам тайып кеткен. Бұттарым көгеріп шешіп ауырады. Қатты суық болып атса, сондай кездері қатты қақсап ауырады. Өзімнің апамның жанында жүргем. Бір жаққа барар кезде апам ешқайда қалдырмай мені әкететін еді бәрібір. Қалдыртпайтын еді. Қазір енді мамам бір-білі қып жұмыс іздейді, сол кезде қаламыз біз. Бұрын бүкілі жақсы кезде біз қалмағанбыз олай.
Bunday кыйынчылык көрмөгөнбүз, bunday жакшы кезде биз. Жакшы жүргөн эдик, бир кезде ушундай кыйынчылык келип калды энди. Мектепке барбасаңар окуганды, жазганды жакшы эле үйрөнүштүбү эже? Иә. Частный школага барыптыр, Эки балам тең мен өзүм. Жанагындай жалгамалы жумуштарга иштебей күндө окуп. Бізді ешкім басқа біреудің апасы өсірген жоқ, менің туған апам ғана өсірген. Менің өмірім боқи. Сен Қазақстанға барасың десе барасың ба? Жоқ, мен апаммен бірге барам. Апаң барбаса барбайсың. Апам ғана барса ғана барам. Апам бармаса барбайм.